Дуже радості почуття буде. Давайте сфотографуємося. Осы қорға кездейсоқ келдім. Өйткені үй керек болды да, баспаналы болмақшы болып, өзімше не қарап отырған, жарнамаларды қарап отырғанда кездейсоқ көріп қалдым да, маған ұнағаны менің жасыма сәйкес ақша береді екен. Керекті мағлұматтарымды алып, үйге барып тағы да ақылдасып, қыздарыммен тағы да қыздарыммен келдім. Сөйтіп, осылайша келдім енді қорға. Мұнда істейтін қызметкерлердің барлығы өте мейірімді екен, жұмысын жақсы, жоғары деңгейде бәрі атқарып жатыр. Бұрын өзім ауылда тұрдым ғой. 5 бөлмелі үйім болған, жолдасым қайтыс болған, сосын балаларым бәрі осы Астанада, балаларым қасына көшіп келген болатын. Енді үй жалдап тұрып отқан, бүгін мені жалдап отқан үйімнен енді шығам, дәл осы моментте мына үйді ала қоятын болдым. Сол өте жақсы болды маған енді, нағыз. Қуанышымда шек жоқ. Өте бақыттымын. Енді 26 квадрат болып тұр, болса да айқой менің өз үйім, Кеңсарайдай боз үйім деген қазақта мақал бар ғой, сондай қуанышты болып тұрмын бүгін.